Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін біз сіздермен хит болып жатқан тары чизкейгін жасайтын боламыз. Ең алдымен ертілген сармайымызға шекерімізді салып араластырамыз. Мен печеньені үгітіп, тарымен араластырып алдым. Одан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін кез келген формаларыңызды салып, менде 20 сантиметрлік форма. Осылай салып, жақсылап тегістеп шығамын. Одан кейін тарымызды ыстық сүтке 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді кезекте осылай начинкасына творожный сыр, шекер, жұмыртқа салып жақсылап араластырамыз. Қасықпен немесе венчикпен араластыруға болады. Одан соң начинкамызға сливки қойып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осылай бір келкі масса болып, әдемі болып шығу керек. Енді осы массамызға жаңағы тарымызды қосып, тағы да араластырамыз. Осылай формамызға құйып аламыз. Жақсылап бетін тегістеп, 100 градуста 1-1,5 сағаттай пісіріп аламыз. Осылай күшті болып шықты, тамы тіл үйреді. Өте тез әрі оңай жасалынады. Жасап көріңіздер.